Саламатсыздар ма оқушылар? 6 сынып математика оқулықтағы 1329 есептен бастап шығарылуын көрсетейін. 9-да 18 суретте баланың жасының өсуіне байланысты оның бойының өсу графигі берілген. График бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Д 3/85 Д нүктесінің координаталарының әрқайсысының мағынасы қандай дейді. Так, енді Д нүктесінің координатасын тауып алайық. Бізде Д нүктесі деген мынау. 3/85 деген осы нүкте. Енді мынау бізде баланың жасы, мынау баланың бойының ұзындығы. Олай болса 3 жастағы баланың бойының ұзындығы 85 сантиметр дегенді білдіреді. Олай болса 3 жасты жауап біріншісінің 3 жастағы бала бойы 85 сантиметр болады деген сөз. Келесі екінші сұрақ, баланың бойы 70 сантиметр. Так, 70 сантиметрде ол неше жаста дейді? 70 сантиметрде ол 1 жаста. 70 сантиметр бойы болғанда жасы 1-де. Келесі ары қарай 1330 есеп. 9-да 19 суретте балалар көйлегін тігуге жұмсалған мата ұзындығының көйлек санына тәуелділік графигі берілген. Графиктен анықтаңдар. Барлығы неше балалар көйлегі тігілген дейді. Так, бізде мынау балалардың көйлегінің саны, мынау матаның ұзындығы. Олай болса барлығы 5 балалар көйлегі тігілген. Барлығы 5 көйлек тігілген. Келесі, көйлек тігуге неше метр мата жұмсалған? Осы 5 көйлекті, мынау 7,5 7,5 метр матадан мата жұмсалған. Келесі, бір көйлек неше метр матадан тігілген? Яғни, міне бір көйлек 1,5 метр матадан тігілген. Келесі ары қарай 1331 есеп. Ыдыстағы қыздырылған судың температурасын оны қыздыру минутына уақытына тәуелділігі кестемен берілген дейді. Кестені пайдаланып қыздырылған судың Т градус температурасының оны қыздыру уақытына тәуелділік графигін салыңдар. График бойынша мына сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Так, енді графигін салатын болсақ, мынау бізде 0, 8-ге дейін болса, мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі 18, 45, так, мынаны былай деп алайық. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, соңғысын 100 деп алайық. Мына бізде Т градус береді, мынау Т минут береді. Минут. Так, бірінші сұрақ. Мына бойынша біз график салайық. Мына бойынша график салайық. Так, 0-де 18. Так, бізде 18 шамамен мына жерде. 0 деген мынау. Келесі 1-де 45 дейді. 1-де 45 мына жерде. Так, 2-де 62. 2-де 62. 3-де 75. 3-де 75. Так, 4-де 84. 5-де 92. 6-да 97. 7-де 99. 8-де 100. Так, енді осы шыққан сандардың арасын қоссайық. Графигі. Енді бірінші сұрақ, алғашқы 3 минутта судың температурасы неше градусқа өзгерді дейді. Алғашқы 3 минутта судың температурасы 75 градус болды. Неше минут қыздырған соң судың температурасы 100 градус болды дейді. 8 минут. 8 минут қыздырған соң судың температурасы 100 градус болды. Ары қарай келесі. 1332 есеп. 9-да 20 суретте кескіндеген графикте атмосфералық қысымның, сол атмосфералық қысым анықталатын жердің әлем мұхит деңгейдің биіктігі тәуелділік графигі берілген. Графикті пайдаланып анықтаңдар. Қант тәңірі шыңының биіктігі 6995 метр, 7000 метр. Так, 7000 метр. Мына жерде енді километрмен берілген. 1 километрде бізде 1000 метр болғандықтан. Так, мына 7000 метрді
километрге айналдыру үшін 1000-ға бөлем, ол дегеніміз 7 километрді береді. Так, енді 7 километр дегеніміз бізде мынау. Хан тәңірішіңнің ең жоғары нүктесінің атмосфералық қысым неше миллиметр сынап бағанасына тең? 7 километр болғанда, мына нүкте, яғни 3000. 7 метр болғанда, 7 километр болғанда 3000 миллиметр деп сынап бағанасы. Келесі, екіншісі, мына бірінші, мына екінші, талғар шыңының биіктігі 5000 десек, банағы 5000 метр, немесе 5 километр. Яғни 5 километрде, мына жерде 400 миллиметр сынап бағанасы. Келесі қарай. 34-ші есеп. 9-21 суретте саяхатшының 7 сағат уақытта жүрген жолының графигі кескіндеген. Саяхатшы неше сағат демалды дейді. Мына бізде уақытын береді, мына бізде жүрген жолын береді. Олай болса, мына бізде демалған жері мына жерден бастап мына жерге дейін. Мына аралықтар 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат, аралар 1-1 сағаттан. Олай болса, мына жер мынаған дейін 1 сағат, мына жерге дейін 1 сағат жарым. Саяхатшы неше сағат демалды дегенде 1 сағат жарым демалды. Келесі, саяхатшы демалғанға дейін қандай жылдамдықпен жүрді дейді. Демалғанға дейінгі жүрген жолы, мынау демалған жер ғой, демалғанға дейін жүрген жолы мына жерден бастап мына жерге дейін. Мынау бізде 2,5, мына жерде 12,5. Сонда екінші сұрақ, демалғанға дейін жүрген жолы 12,5, уақыты 2,5 сағат. Енді бізде демалғанға дейінгі жылдамдық табу үшін 12,5-ті бөлем 2,5-ке. Сонда шығады 5 километр сағат. Демалғанға дейін 5 километр сағат жылдамдықпен жүрді. Келесі, үшінші, саяхатшы демалғаннан кейінгі қандай жылдамдықпен жүрді дейді. Демалғаннан кейін мына жерден бастап мына жерге дейін, мына арақашықтық, яғни 30,5 деп тұр ғой. Бізде мынадан мына жерге дейін 12,5, сонда мына арақашықтық табу үшін мына жерден мына жерге дейін мына арақашықтық түгел 30,5-тен 12,5-ті алып тастаймын. Сонда арақашықтық табу үшін 30,5-тен 12,5-ті алып тастасам, менде 18 шығады. Енді бұл аралықта қандай уақытпен жүрді? Так, мына жерде бізде уақытты табу үшін қарап, 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат, 3 сағат жүрді дейді. Енді келесі, демалғаннан кейінгі жылдамдық табу үшін 18-ді 3-ке бөлем 6 километр сағат жылдамдықпен жүрді. Демалғаннан кейін. Так, енді жолдың әрбір бөлігі үшін жеке-жеке саяхатшылардың жүрген жолын уақытқа тәуелділік. Мына жерде демалғанға дейін, демалғаннан кейін әрқайсының формуласын жазу керек. Жүрген жолының уақытқа тәуелділік графигі S1 бізде V көбейтілгенді, яғни V дегеніміз 5-ті болады сонда. Екінші S2 6-ті болады екен. S1, S2 деп қояйық.